Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, Алла тағала Рамазанның ең соңғы түнінде ораза ұстаған пенделердің барлығын кешіреді дейді. Сонда сахабалар сұрайды, я Расулалла, ол қадір түні ма дейді. Қадір түні емес дейді, пайғамбарымыз айтады. Қадір түні өз алдына дейді. Мынау әрбір қызметші қызметінің ақысын ала ма дейді айдың соңында. Дәл сол сияқты әрбір 30 күн ораза ұстаған кісінің сыйлығы күнәларының кешірілуі деп айтты дейді. Ертеңіне Рамазан біткен кезде бізде қандай мереке бар? Ораза айт мерекесі бар. Ораза айт мерекесінде Алланың бүкіл періштелер жер бетіне түсіп, оразасы қабыл болған пенделерді сүйіншілейді екен. Қуаныңдар, қуаныңдар, Алла сендерді кешірді деп айтады дейді. Адамдар айт намаздарына бара жатқан кезде. Барлық көшелерде періштелер солай айқайлайды дейді. Көрдіңіздер ме? Міне бұл 5-шісі ма кешірілудің? Ал енді 6-шысын айтайын. 6-шысы енді мыналардың ішінде біреу дұрыс болмай қалса деп жатыр ғой. Вариант қалдырып жатыр. Еще бұл вариант өте оңай вариант. Кешіріліп кетуге өте оңай вариант. Өйткені сен сұралмайсың одан. Имам сұралады одан. Ол не? Тараух намазы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Мен қама Рамадана иманан ва ихтисабан." Кімде-кім Рамазан айында тұрса дейді, қаққа намазға тұрса, тараухқа тұрса, түнгі намазға тұрса, түндерінде қалай болса солай ұйықтай бермесе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ешқашан әйелдерін Рамазандағыдай оятқан емес дейді ғалымдар айтады, сахабалар айтады. Рамазан кірген кезде әйелдеріне тыныштық бермейтін еді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Тұрыңдар, бұл ай ұйықтайтын ай емес деп айтатын еді дейді. Басқа айда ешкімді тахажжудке мәжбүрлемейтін еді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіздер ме? Міне, "Мен қама Рамадан", кімде-кім Рамазанда тұрса, міне қара, тараухқа келіп отырса, даканса тұру керек. Қашып кетуді қою керек. Өз жылына бір-ақ рет келетін Рамазан не пәле, қандай шаруа болып кетқан. Жайлап 8 оқса да болады. Болмайды сіздерге 8 оқуға. Сіздің намазыңыз вообще келмейді пайғамбардың намазымен салыстыруға. Пайғамбардың 2 рәкағатымен таң атып кете бердім бұған. Қашып кетуге айтыр тек бірдеңе болса дайын тұрамыз. Болмай, келмейді біздің намаз пайғамбардың намазына салыстыруға келмейді, бауырлар. Егер дұрыс емес десең, жәннати сахаба Омардың істеген дұрыс емес дейсің онда. 20 рәкағатын дұрыс емес дейсің. Соңына дейін тұру керек. Неге тұру керек? Амалдың жоқтығынан деп жатыр ма пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Әшейін мына қарида жаман ұзақ оқитын бәлекет деп тұрсаң деп жатыр ма? "Мен қама Рамаданы", кімде-кім Рамазанда тұрса, қалай? "Иманан ва ихтисабан", иманменен дейді. Иманмен деген не ол? Шын жүрекпен деген, ад-души деген. Келесі